Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Орысбай Ерасыл. Ақтау қаласындағы Ибаш Жанболатов атындағы номер 15 мектеп гимназиясының 10 А сынып оқушысымын. Менің жобамның тақырыбы қашықтықтан басқарылатын ағаш суару машинасы. Жобамның мақсаты қашықтықтан басқарылатын ағаш суару машинасын жасап, өсімдіктерді тиімді және үнемді суару жүйесін құру. Сондай-ақ суды үнемдеу мен автоматтандыру арқылы еңбек өнімділігін арттыру. Өзектілігі: қазіргі таңда су ресурстарының тапшылығы мен климаттың өзгеруі ауыл шаруашылығы мен көгалдандыру саласына жиі әсер етуде. Ағаштарды уақытында және дұрыс мөлшерде суару олардың өсуі мен өнімділігі үшін маңызды. Және де бұл жобаның жаңалығы ағаштарды суару процесін толықтай автоматтандырып, оны қашықтықтан басқару мүмкіндігінің енгізілуінде. Ағаш суару жұмысында автоматтандыру арқылы қауіпсіздікті арттыру, қашықтықтан басқарылатын техника арқылы робот машина жасау. Жобам бойынша осы ағаш суару машинасын жасау үшін қолданған электронды компоненттердің Arduino Uno ол басқару құрылғысы, мотор драйвер қозғалтқышты басқару үшін, DS моторлар дөңгелектерді қозғалтатын қозғалтқыш, су помпасы суды шашу үшін, және де лион аккумулятор ол бізде powerbank, ол әрине қуат көзі. Жұмысының принципі: смартфоннан Wi-Fi арқылы роботқа қосыламыз, басқару панелі арқылы алға, артқа, оңға, солға жылжытамыз, және де су шашу түймесін басқанда су помпасы іске қосылып, ағаштар суарылады. Оның артықшылықтары: ресурстарды үнемдеу, суды үнемдеу, уақытты үнемдеу. Машина судың ағаштың дәл түбіне барып, қажетті мөлшерде ғана суды құяды. Және де ол деген судың бекер шығындалуын, булануын азайтады. Жұмысшылар шлангыны сүйреп жүрудің орнына оператор отырып үлкен аумақтары суарылады. Жобамды қорытындылай келе, бұл жоба қауіпсіздік саласының үйлесімі. Бұл жоба арқылы оқушылар инженерия, электроника, программалау сияқты бағыттарды меңгереді. Сонымен қатар осы роботты нақты жағдайларға бейімдеп, болашақта жетілдіруге болады. Болашақта суару жүйелерінің 60%-дан астамы автоматтандырылған болады деп болжанады.